Сәлеметсіздер, қадірменді көрермендер, сіздер IT Service KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон ол LG X240, яғни ол LG K8 2017. Қандай мәселемен келген телефон егесі бетіндегі графикалық кодын ұмытып қалған екен. Мінекей моделі LG X240. Графикалық код, сіздердің телефондарыңыз дәл солай графикалық кодқа түсіп қалған болса, онда үй жағдайында ол бұғаттан қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Сонымен біз екі кнопканы бірдей басамыз, ол өшіріп қосу арқасында өшіріп қосу кнопкасы мен плюс кнопкасын бірдей басып тұрамыз. Келесідегі меню шыққанға дейін. Мінекей. Мына жерде Select Boot Mode дейді. Шыққаңыз екі кнопканы да жібересіздер сіздер. Одан кейін плюс кнопкасымен жылжытасыздар сіздер. Мінекей былай. Астына үстіне деген сияқты. Стрелканы, мына жылжып жатқан стрелканы біз бірінші бөлік recovery бөлігіне апарған кезде арқасында өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып, плюсті тездетіп береді басамыз. Мінекей. Өшіріп қосу кнопкасын басып тұрдық, плюсті басамыз. Қазір жаңылыспасам, онда біз плюсті басып, өшіріп қосуды басып тұрасыздар, минус, одан кейін плюсті басасыздар. Мінекей, өшіріп қосуды бастық, минус, плюс. LG деп бұлай қатқан соң, бізде Android жерде жатады қазір, келесіде. Мінекей, келесі команда. Енді бұл жерде Android жатқан кезінде біз өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып, плюсті басамыз тағы. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Бағана біз біріншісінде өшіріп қосуды басып тұрып, плюсті бастақ ол жылжып кетті. Өшіріп қосуды басып тұрып, минус, одан кейін плюсті бассаңыздар Android белгісіне шығады. Android белгісі шыққан кезде жерде жатқан өшіріп қосуды басып тұрып, плюсті бассаңыздар recovery менуіне кіреміз. Енді бізге керек болатын бөлік бұл жерде wipe data factory resetке біз минус кнопкасымен түсіп, wipe data factory reset келген кезде арқасында өшіріп қосу кнопкасын басамыз. Оның ішіне кіріп, бұл жерде минуспен тағы да төменге түсіп, yes delete all user data дегенге келген кезде тағы да өшіріп қосу кнопкасын басамыз. Сонда телефон бізде толықтай форматталады. Сонда бетіндегі графикалық пин коды деген сияқты кодтардың барлығы ашылады. Енді reboot system мынау бірінші бөлігіміз тағы да өшіріп қосу кнопкасымен басып, телефонды іске қосамыз. Ескере кететін жағдай, телефонда Android версиясы 6. Телефонда Google аккаунт болуы мүмкін бұғатқа түсіп қалса, оғанда келесі бір видео түсіріп жатармыз, егер бар болса. Сонымен reboot system мынауды таңдаймыз, телефон қайтадан іске қосылады. Егер видео сіздерге ұнаған болса, мәселелеріңіз осы видеомен шешілген болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз ойлаймыз, осы видеоны шығарып жатқан авторларға сіздердің басқан лайктарыңыз ол үлкен бір алғыс білдіру деп. Сау сәлеметте болыңыздар.